Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, керемет жасау жолы оп-оңай кекс жасайтын боламыз. Келесі видеомда осы булочканың рецептісін шығаратын боламын. Алда менің жаңа видео рецептерін көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осында 3 жұмыртқамыздың үстіне осында бокалымызбен қантымызды салып, миксердің көмегімен қанты ерігенше, жұмыртқамыз 2 есе үлкейгенше жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Осылай массамыз көпіріп болған соң, үстіне сүтімізді, сосын сұйық майымызды құйып, миксердің көмегімен 1-2 рет араластырып жібереміз. Сосын алдын ала ұнымызды електен өткізіп аламыз. Осы сұйық массаның үстіне ұнымызды салып, үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Алдын ала печкамызды қыздырып қоямыз, 170 немесе 180 градусқа қойып, әркімнің пеші әртүрлі болады. Ендігі кезекте осындай қоймалжың масса болу керек. Жарты тестамызды бөлек ыдысқа бөліп аламыз көз мөлшерімен. Екінші тестамызға 1 ас қасық какаомызды қосып, лопатаның немесе венчиктің миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Мендегі диаметр форманың 22, сосын ортасына осындай шыны бокал қоямыз. Қорқпаңыздар, сынбайды ол шыны бокал. Сосын 1-2 жағына құямыз тестамызды. Әсемдік үшін мен осында жаңғақ қолдандым, сосын шоколад қолдандым. Осылардың беттеріне сеуіп, қызып тұрған пеште 170 немесе 180 градуста 30-35 минут піседі. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен білесіздер. Батырған кезіңізде, ішіне тыққан кезінде құрғақ болып шығуы керек. Алда менің жаңа видео рецептерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей біздің кексіміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.